Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ангина жөнінде айтатын боламыз. Достар, егер каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментария қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Ангина қоздырғыш инфекция. Қоздырғышы стрептокок. Инфекцияның берілу жолдары адамдар. Ол ауа тамшыларымен, кейде тамақ арқылы да жұғады. Көбінесе адамдар суық мезгілде тамақ ауруымен ауырады. Достар, қазір уже күз мезгілі басталды, тамақтарыңызды жылы ұстап жүріңіздер. Ал аурудың белгілерін айта бастайық. Аурудың белгілері: инкубационный кезеңі 10-12 сағат, 2 күн, одан да көп болуы мүмкін. Ол күрт басталады. Бірінші признактары: қалтырау, бас ауруы, әлсіздік, дене температурасы 40 градусқа дейін барады. Денен қызуы көтерілген ұқта ол 3-5 күнге дейін созылады. Асқынған тамақ ауруы кезінде ұзаққа созылатын қызба пайда болады. Бадамша бездері іріңдейді. Емнің алдын алу шаралары: науқасты ерте анықтап, дер кезінде ем шараларын қолға алу керек. Науқасты оқшаулап, толық емін алу керек. Науқасты және дер кезінде оның емделмесе, дер кезінде емді басталмаса, қате ем қабылдаса, бұл ауру абсцесске алып келуі мүмкін. Сол үшін, достар, егер тамақтарыңыз ауырып, әлсіздік пайда болып, дене қызуыңыз көтерілсе, дер кезінде дәрігерге қаралыңыз. Үйде өз бетіңізбен ем қабылдамаңыз. Ауырмаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Келесіде тағы да қандай аурумен, қандай тақырыпта қозғағанын қалайсыздар, сол жөнінде комментарияға жазып отырыңыздар. Сол жөнінде айтатын боламын.